Сайқас 2026 бірінші ұлттық әскери инженерлік технологиялық чемпионат қаласындағы қазіргі жастар өздерінің тапқан өнертапқыштық проекттерін көрсетіп, қазір бүгінгі Шайқас 2026 чемпионатының 4 кезеңін қамтыған аспан, жер және кейбір қауіпсіздік тактикалық филға өтіп өз бақтарын сынайды. Қазір мен тұрған жер бұл аспан ұшқыш аппараттар құрастырылып 5 дюймді FPV дроны біздің осындай жастардың қолымен жиналып, ол тексеріліп, жылдамдығы мен іс жүзіндегі әрекеті сапасын барлығын төрешілерге дәлелдеп көрсететін болады. Бұл жай ғана дронды құрастырып, оны бағалау ғана емес, бұл дрондардың ертеңгі шынайы жағдайда әскерде, азаматтық өмірде өздерінің пайдалы тұстарын көрсететініне ешқандай күмән жоқ. Бұл шайқастың мәні мағынасы осыда. Ең мықты жобалар, дәлелденген жобалар қаржыландырылып, әскери біздің салада қолданылатын болады. Бұл азаматтарға үлкен қолдау көрсетіледі. Қазір бір ауыз сұрап өтейік. Қай қаладан келдіңдер, команданың аты қандай? Біз Астана қаласынан келдік. Сайман командасы. Не қандай? 16 дюймді ма? 5 дюймді ма? Бұл 7 дюйм. 7 дюймді FPV дроны. Қанша уақыт кетті негізі? Жылдамдық қанша уақытта жинайсыңдар? Біз бұны 30 минутта құрастырып үлгердік. 30 минутта. Дронның құрылғылар бөлшектері өздері ұйымдастырушылар тарапынан беріліп отыр ғой да? Иә, толықтай бір комплекті берілді. Жинап жүрсіңдер. Негізі осы салада енді қызығушылық қайдан келді мысалы? Өздері мақсаттарың, армандарың қандай? Өзім негізі өзім көзіммен аспанда ұшу сияқты арманым болды да. Сол дрон аспанға ұшырды, аспанда ұшу. Сол қызығушылық дамып ондардан көп жатыр. Әскери саламен қалай байланыстырасың? Қандай шешімдер бұл шешуі мүмкін? Әлде басқа жобаларың бар ма негізі ойлап жүрген? Түрлі дрондар құрастырып жатыр. Қазір кішкентай болып саналады уже. Бүкіл әскери масштабтан қарағанда. Қазір уже минимум 10 дюймовый, уже 15-16 кете береді ғой. Уже солар уже стандарт болады әскери салада. Көп салмақ көтеретін ұзаққа ұшады. Бұл шайқас 2026-ның әскер үшінде, көптеген қоғамдық бағыттар үшінде пайдасы орасан зор. Қазіргі заманның басты бақталасы ол білім алаңы. Сол білім алаңында бағы сынаған осындай қазақтың жастары көптеген белестерді бағындырайын деп тұр.